Қытай Халық Республикасы су бөлу жөніндегі келіссөздерді тек Қазақстан Республикасымен жүргізеді. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіне өткен брифингте Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Серік Қожаниязов мәлімдеді. Министр орынбасары академик Мәлі Бөрлібаевтың бақта жариялаған сұхбатына түсініктеме берді. Ол сұхбатта академик Қытай Халық Республикасы Қазақстанмен су бөлу мәселелерінде ынтымақтаспайды деп айтқан болатын. Мәлік Бөрлібаев өз сұхбатында бірлескен комиссия басшылығы беделді сарапшылардың пікіріне құлақ аспайды деп неге айтып отырғаны түсініксіз. Қытай өз тарихында осы күнге дейін трансшекаралық су объектілері бар 18 елдің ешқайсысымен су бөлу жөнінде бірде-бір халықаралық шарт жасасқан жоқ. Алайда Қытай су бөлу жөніндегі келіссөздерді тек біздің елмен жүргізетініне назар аударамын. Сонымен қатар вице-министр Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастық жылдарында Қорғас өзенінде бірлескен ортақ су торабын салу және Сүмбе өзендегі су тарату құрылысын қайта құру сияқты бірқатар бірлескен жобалардың іске асырылғанына айрықша тоқталды. Бұл өз кезегінде осы өзендердің су ресурстарына 50-50 етіп бөлуді қамтамасыз етілетінін ерекше атап өтті. Сондай-ақ үлкенді ұласты өзенде бірлескен су тарату құрылысын салу жөнінде уағдаластық бар. Қазіргі уақытта тараптар осы өзеннің гидрологиялық режимін зерттеп жатыр. Аслан Жеңісұлы, Нұрлан Батырбек, Эконьюс.